Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өзімнің ең сүйікті әрі оңай жолмен жасалатын французша еттің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Үй іштеріңізді қуантып, оларға жасап беріңіздер. Оларға ұнайтынына 100% сенімдімін. Өте оңай, ерекше әдіспен жасалады. Менің каналымда өзге де тағам рецепттері бар. Видеоны соңына дейін қараңыздар, лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен орташа көлемдегі 5 дана картопты алып, осындай көлемде тілімдерге бөліп дайындап аламыз. Келесі кесекте 1 дана пияз, оны да өте ұсақ етіп турап дайындап аламыз. Одан соң қызанақты, осындай картошканың тілімдері секілді, соның көлемінде осындай тілімдерге тіліп, барлығын дайындап аламыз. Табамызды күнбағыс майын жағамыз, толықтай, яғни біздің картопымыз осы тағамыз жабыс қалмас үшін күнбағыс майын толықтай біркелкі етіп барлығын жайып шығамыз. Одан соң тілімдерге бөлінген картоп тілімдерін барлығын біркелкі етіп, осылай орналастырып шығамыз. Осы этапта дәміне қарай тұзын бұрышын салсаңыздар болады, немесе өздеріңіз қалауынша дәмдеуіштер салсаңыздар болады. Мен тек қана тұзды септім. Одан соң оның үстіне майонез, көріп тұрғандарыңыздай, мен қаймақты майонезді пайдаландым, яғни сәл сұйықтау, жағуға да ыңғайлы. Одан соң тартылған сиыр еті, яғни фаршты да біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Оны да сәл ғана тұзбен бұрыштап, дәміне қарай барлығын сүйіп шығамыз. Оның да бетіне майонезді жағып шығамыз. Ұсақтап туралған пиязымызды біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Одан кейін майонез жақпаймын, бірден қызанақтарымызды осылай орналастырып шығамын. Қызанақты орналастырып болған соң, майонезімізді тағы да біркелкі етіп жағып шығамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 40-45 минут аралығында толықтай пісіріп аламын. Сол аралықта күштен өткізілген ірімшігімізді бетінен біркелкі етіп орналастырып шығамыз. Одан соң қайтадан қызып тұрған пешке 5 минуттай немесе одан да аз, яғни ірімшігіміздің еруіне байланысты тағы да пешімізге салып, толықтай ірімшігімізді ерігенін күтеміз. Міне біздің французша ет тағамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте ерекше, сондай балғын, сочный, сондай болып шықты. Міне кескенде де барлығы піскен, фаршы да, астындағы картофы да барлығы толықтай пісті. Енді осылай кішкене ғана тілімдерге бөліп, тәрелкеге ұсынып, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ұнайтынына 100% сенімдімін. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын.